Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Асен Формат, мен бүгін сіздермен, яғни Clash of Clans ойынына летсплей түсіретін боламын. Бұл төртінші летсплей қатарынан түсіріп келе жатырмын. Осы жолғы видеода, яғни лагерьде толықтай пеккаға толтырып, шабуыл жасайтын боламын. Ана жолғы видеода големді толықтай толтырып, яғни атака жасаған болатынмын. Және де атака ондайға бір жақсы болып шықпады. Соның кесірінен фармда көп берілмеді. Кейін енді мен лагерьді толықтай пеккаға толтырып, яғни атакаға шыққым келіп тұр. Қазір күте тұрыңыздар. Яғни менің лигам түсіп қалды, яғни клаштан қайтып обновление шыққан сияқты. Себебі ойлап қарасаңыздар, барлық кісінің лигасы түсіп қалды деуге болады. Бұлардікі яғни атак істегендер. Яғни атака жасаймыз. Естеріңізге саламыз, яғни клановыйда бізде 8. Клановыйда не бар екен білмеймін. Қазір күте тұрыңыздар. Яғни фармы жақсы, яғни бекініс тапқым келіп тұр. Мысалы, мына бекініс рашер екен, бірақ та бізге берілетін трофеймен қара эликсир саны өте аз. Дарк эликсир 319 мың дейді. Өте жақсы шабуыл жасауға болады, әрі базада рашерский екен. Еш ойланбастан шабуыл жасауға болады. Қазір бір бұрыштан жіберейін. Яғни барынша ускорашка эликсирларды беріп жатырмын, яғни өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, яғни әскерлеріңіз ондай бір қатты шабуыл жасап жатқан жоқ. Мына жерден көретін болсаңыздар, оған яғни пеккаға қателік жіберіп қойдым, кешірім сұраймын. Мына жерге жіберу керек еді, осы жерге өте қатты қате жіберіп қойдым. Осы үшін сіздерден кешірім сұраймын. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, біздер ұтылып қалдық. Хотя бы тым болмаса, яғни хотя бы бір жылдызға ұтам ба деген ой бар. Кішкене. Болды, бір жылдызға ұттық. Яғни болды, ұтылдық. Бір жылдызға ұттық, бірақ өте аз, яғни ақша алдық та, бірақ көбе черный эликсир алдық. Золотойдың екіншісіне көтерілдік, яғни. Сонымен сіздермен болған Асен Формат, мен бүгін сіздерге, яғни жаңа толтырып, пеккаларға толтырып, яғни атака жасадым. Келесі видеоны толтырып драго жасап, яғни атака ашатын боламын. Енді сіздермен қоштаса кетейін. Сіздермен болған Асен Формат, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.